Осы дыбысты естісеңіз, біз Таиландта екеніміз белгілі. Мен Таиландтың Пхукет аралындамын. Орманның ішіне кіріп кеттім ба? Трансвеститтердің отаны десем, қателеспейтін шығармын. Ал ары қарай шығарылымды жалғастырмас бұрын, біз бұл шығарылымда нені көретінімізді айтып берейін. Біз даланың арзан құрт, шегіртке, бақаларын жейміз. Бір құстырдатындар сияқты. Ең ұятсыз көшесіне барамыз. Леди бойлар да көп екен, бірақ ажыратамайсың түрлерін. Жалпы айтқанда, Пхукет аралын аралаймыз, табиғатына тамсанып, неге Таиландқа бір барсаң, қайтып келгің келе береді деген сұраққа жауап береміз. Бірақ оны айтпастан бұрын сіздерге лайфхак. Негізі мен демалыссыз жұмыс жасаймын. Сол күні-түні жасаған жұмыстан шаршағанда, шабыттану үшін Aviasales KZ-тен ыстық арзан билеттерін таңдап, жаңа саяхатқа кетіп қаламын. Саяхатта жаңа идеялар келеді. Мазалап жүрген сұрақтарыма жауап табамын. Сіздерге де осылай істеуге кеңес беремін. Арзан және пайдалы саяхаттауға болады. Aviasales KZ. Арзан ұшақ билеттерін іздеп сатып алу. Пхукет. Таиландтың Андаман теңізіндегі ең ірі және ең танымал аралы. Табиғаты таңғажайып, жағажайлары ақ құмды, суы көгілдір, ал мәдениеті түрлі өркениеттердің тоғысқан көрінісі. Пхукет ат айтып тұрғандай төбелі жоталы жер. Пхукет деген атаудың өзі малай тілінен шыққан, төбе деген мағынаны білдіреді екен. Табиғатты сүйетіндер үшін Пхукет нағыз жұмақ. Сіздерге осы шығарылымда Пхукет аралындағы өзінің рекомендацияларымен бөліскім келеді. Ал саяхатымызды Олд Пхукеттен бастайық. Достар, саяхатымды мен Олд Пхукеттен бастамақшымын, өйткені Олд Пхукет, ескі Пхукет, Пхукет аралының ең ескі тарихи орталығы болып табылады. Және бұл жерде біз ең қызықты инстаграмды орындарды көреміз. Және қаланы аралап көрейік. Сәулет өнері, архитектура жағынан бұл қала енді шынымен де өте әдемі. Олд Пхукет Таун. Пхукет аралының тарихи және мәдени жүрегі болып саналады. 19 ғасырдың соңында Пхукет қалайы өндірісінің орталығына айналған тұста, бұл аймақ нағыз халықаралық портқа айналады. Қалайы өндірісі Пхукеттің экономикалық өсуіне үлкен серпін берді. Жаңа жолдар, порттар, шетелдік сауда байланыстары дамыды. Бұл кезеңде Пхукет халықаралық металл нарығындағы маңызға ие орталықтардың бірі болды. Қалада серуендеп жүрген кезде енді шынымен де ең бірінші көзге түсетіні ол архитектурасы. Архитектурасы Қытай мен Португал стильдеріне өте бай. Сосын бұл қалада кофеханалар көп екен. Қай жерде қарасаң кофе сатады. Мен өзім кофені қатты жақсы көрем. Соның қазір бар біреуін аламыз. Бір қызығы далада айтып жүресің. Түрлері қызыққа ұқсайды. Барып амандасайын десең, Қытайдың адамдары екен. Қытайдан, Үндістаннан, Европадан келген саудагерлер осында тұрақтап, өз өркениеттерінің ізі мен үнін қалдырды. Сол дәуірдің тынысы әлі де сақталған. Көше бойында сино-португал стиліндегі ғимараттар көз тартады. Ақшыл түсті, сәнді қасбеттер мен ағаш терезелі үйлер нағыз ашық аспан астындағы мұражай іспетті. Бұл үйлер тек сәулет қана емес, бірнеше ұлт мәдениетінің бір арнаға тоғысқанын айшықтайды. 1970-80 жылдары қалай бағасының құлдырауына байланысты Пхукеттегі өндіріс тоқтап, шахталар жабыла бастады. Арал өзінің жаңа бағытын туризмді басы табыс көзі ретінде қабылдады. Бүгінгі Олд Пхукет тек ескі үйлер емес. Бұл жерде шағын кафелер мен антиквар дүкендері, базарлар мен заманауи галереялар қатар өмір сүріп жатыр. Сонымен қатар мұнда Tai Hua Museum, Blue Elephant Mansion, Chinpracha House сияқты тарихи нысандар бар. Олар Пхукеттің өткен тереңірек тануға мүмкіндік береді. Ал қаладағы серуенді Таланг Роуд, Таланг көшесінен бастасаңыз болады. Бұл ең танымал көшесі. Олд Пхукет бұл жай ғана көне аудан емес, бұл уақыттың тоқтап қалған сәті. Тарих пен қазіргі заманның үнсіз сұхбаты. Ұмытып кетпей тұрғанда ақша жағын сіздерге айтып кетейін. Мысалға, бұл жерде бір батымыз 14.75 теңге. Мен оны 15 теңге деп жүрмін. Қазір мысалға қолымда менде 100 бат. 100 бат дегеніміз 1000 теңге. 15-ке көбейте саламын. Және ақша аудару керек болса, мысалға қонақ үйдің қасында көптеген жерлерде ақша айырбастайтын жерлер орналасқан. Бүкіл жерде бар. Содан барып ауыстырсаңыз болады. Бірақ та өзіңізбен бірге паспортта ала жүріңдер.
паспорт болмаса паспорттың суреті. Тағы айтатын жағдай, мысалға әуе билеттері Пхукеттен Алматыға 150 мыңдай шықты, ал қонақ үйдің бағасы бір түнге 25 мыңдай. Мысалға одан да арзан қонақ үйлерде қонса болады, бәрі өзіңізге байланысты. Ал мен өзім Пхукеттің Патонг ауданында орналастым. Патонг Пхукеттің ең танымал және ең шулы ауданы. Көпшілік үшін бұл аралмен танысу дәл осы жерден басталады. Патонгта бір мезетте бірнеше елде жүргендей боласың. Қытайлық мейрамхана, жанында үнді асханасы, ал қарсы бетте тай массаж салоны мен орыс кафелері. Мысалға, сізге бір нәрсе керек болса, Патонгтың ортасында Джангсейлон деген торговый центр бар, оның ішінде бәрі бар. Мысалға, тайлардың тамақтары өтпей қалса, осы Джангсейлонға келіп, біздің тамақтарды жесеңіз болады. Европалық тамақтар да бар, одан бөлек Макдональдс, KFC. Бізге таныс көп кафе, ресторандар осы жерде орналасқан. Жазып алыңыз, керек болады саяхаттаған кезде. Аптека да бар ішінде. Одан кейін тағы бір айтатын нәрсе, ол жағажайдың қасындағы ресторандардан тамақ алуға кеңес бермеймін, өйткені бұл жерде бағалары 2 есе 3 есе қымбат. Сондықтан жағажайдан кішкене алысырақ, қаланың ортасынан кафе, ресторандарда бағалары сол өте арзан. Тамақтары дәмді. Кіріп, не жеңіз келеді, соны алып, жей берсеңіз болады. Ал тамақтары мүлдем өтпесе, сол бағанағы торговый центрлерге барып, соның ішіндегі кішкене европалық тағамдарды жесе болады. Өзім күнге қатты күйіп кеттім. Мопедпен жүріп күйіп кеттім. SPF жағуды ұмытып кеттім. Вот сондай жағдай. Одан бөлек Патонг жағажайы бар. Ұзындығы 3 шақырымдай құмды жағалау. Күн ұясына кірмей жатып ақ мұнда жүздеген демалушы жағажай креслосына жайғасып, теңіз шуын тыңдап, күн сәулесіне шомылады. Патонгтың жағажайы қатты ұнамады, сондықтан мен Каата жағажайында шомылып жүрдім. Патонгтың оңтүстігінде орналасқан Каата мен Карон жағажайлары. Сәл тыныш, бірақ көркемдігімен баурайды. Достар, қазір біз Катанои Пхукет аралының керемет бір жағажайындамыз. Катанои аты. Бұл жердің суы өте мөлдір және құмы өте нәзік және таза. Басқа, мысалға, Патонгтағы жағажаймен салыстырсақ, бұл жердің жағажайы өте керемет. Патонгта ластау. Сол үшін, мысалға, Пхукетке келсеңіздер, міндетті түрде осы жерге келіп суға түсіңіздер. Енді бұл жерде жағажайда жүрсең, өзіңе бір жататын орын алғың келсе, 2 орын 200 бат. Бір орны 100 бат. Пхукет аралында шомылатын жағажайлар. Енді менің рекомендациям: Катаной, Сурин, Фридом жағажайлары. Жағажайдан шығып, Катаной жағалауының қасында бір қызықты жерлерді іздейін деп шықтымын. Қазір пілдердің сафарисі бар екен, одан бөлек Катаной Viewpoint деген жері бар екен. Такси алудың орнына мен жаяу жүрмекші болдым. Енді бұл бір қателіктерім шығар, өйткені күн деген шыжынап ысып тұр, ыстық. Енді көру керекпіз ғой енді. Осы аралдың бүкіл жерін көріп шығуымыз керек. Катаной жағажайынан Карон Viewpoint деген жерге жаяу барып қайтайын деген ой келді. Жүре беріп, бір орманның ішіне кіріп кеттім ба. Адам жүрмейтін жол екен. Адам жүрмейді. Енді осыдан кейін таксимен жүру керек сияқты. Мопедпен. Терлеп жатырмын. Моншада бұлай терлеген емеспін. Қазір телеп жатқандай. Маған негізі бәрі қызық. Жағажайда жатқанда қызық. Осылай болмайтын жерде жүруде қызық. Қазір жақсы жерге барамыз деген ойдамын.
35 градус ыстық. Бүкіл су шығып жатыр үстімнен. Жарты сағаттай жүріп, күннің ыстығында Гарон вьюпойнтқа келіп жеттім. Енді бұл жерден әдемі көрініс ашылады екен. Бағана біз жатқан жағажайға. Енді бір жақсы фотоға түсем десеңдер, осы жаққа келсе болады. Бірақ маған трэш керек, трэш жетіспей жатқан сияқты. Бірақ өте әдемі көрініс. Міне. Біз бағана мына жерде жаттық. Осы жерде болдық. Мен бағана осы жерден болып, жаяу былай көтеріп, алыстан көтеріп келдім. Шаршап терлегенім болмаса, осы жерден керемет көрініс ашылады екен. Осы аралды аралайтын болсаңыздар, ең дұрысы мопед жалдау немесе мопедке такси шақыру. Өйткені жаяу жүрсең шаршайтын сияқтысың. Одан бөлек жай ғана такси шақырсаң, ол өте қымбатқа шығады. Ал мопедтер арзан, өте арзан. Мен өзім Grab қосымшасын қолданып жүрмін. Одан бөлек Максим дегенде бар екен. Ол енді Grab'тан қарағанда арзанырақ. Жүктеп алып Таиландқа келсеңіздер, сонымен араласаңыз болады. Неге мен мопедті жалға алмадым десеңіздер, өйткені 2 жыл бұрын біздің танымал әртісіміз Дархан Жүз осы Пхукетте көз жұмған болатын. Сондықтан кішкене қорқыныш бар. Ал қазір мен мопед шақырып, бір әдемі жер бар дейді, сол жерге барып, күннің батуын түсіріп алам деген ойдамын. Ал енді жолымызды жалғастырайық. Мопедті шақырып, Пхукеттің ең оңтүстік нүктесі Прамтеп мүйісіне жол тарттым. Шынымды айтсам, мопедпен жүргенде өзіңді 16 жастағы бала сияқты сезінеді екенсің. Жол бойы өте әдемі көріністер. Біраз мопедпен жол жүріп, Прамтеп мүйісіне келдік. Өте әдемі көрініс. Енді қазір күн батқанда тағы келу керек сияқты. Бұл жерден Андаман теңізі мен айналадағы табиғаттың көркем көріністері ашылады. Мүйіс күн батар шақтағы панорамалық көріністі тамашалағысы келетін туристердің сүйікті орнына айналған екен. Күннің батқанын күтейін деп, сол жерде орналасқан Саммор Дэй деген ресторанға барып, уақыт создым. Осы жерге келсеңіздер, міндетті түрде кіріп шығыңыздар. Өйткені бұл жерде керемет фотолар жасауға болады. Инстаграмға көп үлпілдер жинайсыздар. Рекомендацион. Ал енді барып, күннің батқанын тамашалайық. Прамтеп мүйісі. Лайым Прамтеп немесе Құдай мүйісі деген аттармен де белгілі. Бұл атау осы жерден ашылатын көз тартар көріністің экзотикалық сұлулығына байланысты берілген. Прамтептің бір ерекшелігі күн батар сәттегі көрініс. Жүздеген адам күн сайын осы мүйіске келіп, сол бір ерекше сәтті көруге асығады. Күн теңізге баяу батып бара жатқанда аспан қызғылт пен алтын түске боялып, бәрі бір сәтке демін ішіне тартып тұрып қалады. Ал фотоаппараттар мен смартфондар бұл сәтті мәңгі тоқтатуға тырысады. Бұл жер тек туристер ғана емес, табиғатты сүйетіндер мен суретшілер үшін де шабыт көзі. Күннің сәулесімен сырласқан мүйіс пейзаж бен поэзияға айналады. Кеш батып, автобусқа отырып, қалаға оралайық. Кеш бата сала, Пхукет аралының әр ауданында түнгі базарлар ашылады. Ол жерде жергілікті халық пен келген туристер дала тағамдарын жейді. Мен де дала тағамдарының дәмін көрейін деп шештім. Бұл жерде бәрі бар. Балықтан бастап құрт шегірткелерге дейін. Енді бұл мен үшін таңғаларлық жағдай. Өзіңе ұнаған тағамда алып, дастарханға жайғасып тамақтанасың. Бірақ қасында бөтен адам отырып қалуы мүмкін.
Бұл жерде шошқан еті көп, сондықтан кішігірім байқау керек. Тамақтың түрі бар. Суши жегіңіз келсе суши жейсіз. Шошқан етін жегіңіз келсе шошқан етін жейсіз. Тарақандар да бар. Оны мен өткенде жеген болатынмын, одан кейін енді жегім келмейді. Әртүрлі тамақтар дайындап жатыр. How much? Отырған түріне қарасаң, кәдімгі бір дәмді тамақ жасап жатқан сияқты. Көрейік дәмін артында осы жерге отырсын дейді. Мына жерге отырсын дейді. Өте ыстық. Ішінде осьминог 8 аяқ. 8 аяқты, одан кейін креветканың бәрін алып, жұмыртқаға қуырылып, өте дәмді көрінеді. Қазір соның дәмін татып көреміз. Негізі осылай саяхаттаған кезде, осылай дала тағамдарын жеуді мен өте жақсы көремін. Сіздер Үндістандағы шығарылымды көрген кезде байқаған шығарсыздар, бірақ ол кезде мен уланып қалғанмын қазір. Ал енді осы Таиландта уланбаймын деген үміттемін. 8 аяқтың дәмі резеңке сияқты. Бұлғары резеңке сияқты. Бірақ айттым ғой, бағанағы дәмдеуіштерді қосып, дәмін кішкене өзгерткен сияқты. Жәндіктерге оралайық. Таиландта жәндіктерді жеу бұрыннан келе жатқан дәстүрдің бір бөлігі. Әсіресе солтүстік провинцияларда жәндіктер тағам ретінде кеңінен қолданылады. Дегенмен бұл үрдіс елдің барлық аймағында бірдей танымал емес. Қазір біз даланың ең арзан деликатестерінің бірін татып көреміз. Менің қолымда бақа, әртүрлі құрттар, жәндіктер, шегірткелер. Енді бұның дәмі қандай болады екен? Енді соны көрейік. Бамбук құрттары. Тай тілінде оларды роддуан деп атайды. Бұл кішкентай құрттар бамбук сабағының ішінде өмір сүріп, оның жұмсақ өзегімен қоректенеді. Дәмі картоп чипсісіне немесе сабанға ұқсас. Роддуан сирек кездесетін әрі қымбат деликатес. Себебі оларды өсіру қиын және маусымдық ерекшелігі бар. Мысалы, тауық не шегіртке өсірген әлде қайда оңай. Осындай құрттардың шағын ғана порциясы 50-100 бат тұруы мүмкін. Енді мен өмірімде бірінші рет енді осындай құрт шегірткелер жеп жатырмын. Харам емес деген ойдамын. Бисмилла. Дәмді екен. Тұт жібек құртының дернәсілдері. Тайлар үшін тұт құрты тек жібек матамен нәзік талшық көзі ғана емес, сонымен қатар пайдалы ақуызға бай тағам. Қуырылған күйінде оларды нон-май деп атайды. Оларды кафыр лаймның жапырағымен тұз және түрлі дәмдеуіштермен қуырып, үстінен соя соусын құйып береді. Бахадыр деген досым, осының дәмі алмаға ұқсайды деген. Енді шекісін жеген кезде алмаға ұқсатқан болатын, ал мен болсам қазір қуырылған жеп көреміз. Ал көрейік. Керемет. Шынымен де алмаға ұқсайды екен. Маған бір кола керек сияқты. Бір түрлі дәм шығып жатыр аузымда. Бір құстыртатын дәм сияқты. Шегірткелер. Тай тілінде джингрит деп аталады. Бұл Таиландтағы ең кең таралған жәндіктен жасалған тағам. Шегірткелердің бірнеше түрі бар. Ең жиі қолданылатыны ұзындығы 1-1,5 см болатын майда түрлері. Әрі қатарлақ, әрі чипсіге ұқсайды. Бағасы да арзан, 20 баттан басталады. Ауылда ағаларымыз айтып жүрді, шегірткенің дәмі өте керемет, ауызға толы деп. Енді қазір соның дәмін де көрейік. Бисмилла. Наның ішіне тарақандар да жүр екен. Қазір көрейік, тарақанның дәмі қандай болады екен. Енді өмірінде өте дәмді. Дәмі неге ұқсайды десе, түсіндіру өте қиын. Мынау болса қазір қолымдағы бақа. Бақаның дәмін татып көрейік. Бақаның дәмі қандай екен, қазір көрейік. Жей алмай жатырмын. Кішкене қорқыныш сезім бар ішімде. Дәмі
Қуырылған тауықтың дәмі. Қуырылған тауықтың дәмі. Дала тағамдарының дәмін көріп, қандай қорытынды жасауға болады? Бәрі өте дәмді. Қазір достар, барып патоңды, түнгі патоңды аралайық. Өте қызықты болуға тиіс. Қазір мен әлемге аты шулы Бангла Роуд көшесіне келіп жеттім. Бұл тек Таиландтың ғана емес, бүкіл әлемге танымал көше. Көрейік, не бар, не жоқ екен. Бұл Патонг жағажайының қақ жүрегінде орналасқан түнгі өмірдің эпицентрі саналатын көше. Күн батып, аспан қызғылттан қараға боялған сәтте Бангла Роуд нағыз шоуға айналады. Жарқыраған неон шамдар, музыка, күлкі, би бәрі осы жерде. Енді ең бірінші байқағаным, бұл жерде сенің қасына адамдар жүгіріп келіп пинг-понг шоуға деген шақырады. Ал пинг-понг шоу дегеніміз ол өте қызық зат, бірақ мен оған кірмеймін. Өйткені өте желкенішті деп жатыр көбісі. Барған адам дос балалар. Пинг-понг шоуда бақа шыға ма, балық шыға ма, түсінген шығарсыздар. Адам деген көп, жұрт деген көп, одан бөлек леди бойлар да көп екен. Бірақ ажыратамайсың түрлерін. Енді шынымен де ұятсыз көше екен кәдімгідей. Бангла Роуд бар болғаны 400 метрлі көше, бірақ бұл 400 метрде мыңдаған түрлі оқиға қатар жүреді. Көшенің екі шетінде барлар, клубтар, көше шоуы, музыка ойнаған сахналар, тіпті трансвеститтер, леди бойлар өздерін сатады. Қандай әсер алдым десеңіздер, кішігірім ұятсыздау көше. Одан бөлек өте қатты, музыка өте қатты ойнайды. Одан бөлек қасына келіп, темекі сататын адамдар кокс көресің бе деп айтады. Одан бөлек леди бойлар жолда тұрады, өздерін сатады. Бір көзбен қарап қалсаң, қасына келіп таныспақшы болады, сөйтіп өздерін сатады. Пинг-понг шоу деген бар екен, ол енді шын мәнінде кішкене ұятсыздау. Оған кірген жоқпын, кірмеймін де. Маған ол туралы естіген жеткілікті. Бұл Лас-Вегастың шағын көшірмесі іспетті. Қаланы осылай түнде серуендеп жүрсеңіз, 7-Eleven деген дүкендерді көре аласыздар. Оның іші көптеген қызықты нәрселерге толы. Артында 7-Eleven деген магазин, дүкен. Соның үшін көрсетемін сіздерге. Пхукеттегі 7-Eleven дүкендері жергілікті тұрғындар мен туристер үшін таптырмас орын. Бұл дүкендерде күнделікті қажетті заттардан бастап, ерекше тағамдар мен сусындарға дейін бәрін табуға болады. 7-Eleven Таиландтағы өмірдің ажырамас бөлігі. Таиландта 14,500-ден астам 7-Eleven дүкені бар, олардың жүздегені Пхукетте орналасқан. Көпшілігі тәулік бойы жұмыс істейді. Бұл әсіресе түнгі уақытта қажет заттарды алу үшін ыңғайлы. Отельге немесе үйге барар алдында кіріп алып алсаңыз болады. Келесі күні заттарымды жинап, Копани ауылына аттандым. Ол туралы шығарылымды YouTube арнамда көрсеңіздер болады. Меніңше өте қызықты шығарылым. Жері жоқ мұсылман ауылы. Осы Копани ауылының қасында Джеймс Бондты түсірген арал бар. Соны көріп қайтпақшы болдым. Арал Пхукеттің солтүстігінен шамамен 40 шақырым қашықтықтағы Пхантна шығанағында орналасқан. Джеймс Бондпен байланысы қандай? Бұл арал әлемге әйгілі атауы 1974 жылы шыққан The Man with the Golden Gun, алтын тапаншасы бар адам фильмінен кейін алды. Аралдың түбінен көкке көтерілген тік жартас кино көрерменінің есінде мәңгі қалған көрініс. Кезінде осы жерде Джеймс Бондтың фильмін түсірген болатын, және қазір бұл өте танымал жер. Көптеген жерден осыны көру үшін туристер келеді. Сол үшін Пхукетте болсаңыздар, осы жерге келіп, серуендеп, осы Джеймс Бондтың түсірген жерін көрсеңіздер болады. Сол сәттен бастап бұл жерді бәрі Джеймс Бонд аралы деп атап кетті. Ал шын атауы Котапу. Аралдың өзі кішкентай, бірақ өте ерекше.
Су бетіне шығып тұрған биік әктасты жартас шамамен 20 метр биіктік. Геологтар үшін де, фотографтар үшін де бірегей нысан. Адамдар көп келеді екен. Аралға кірмей, сырттай жүзіп қайттым. Ал енді Пхукетке оралып, аралмен танысуымызды жалғастырайық. Қаланы аралап жүріп, Чалонг храмына аттандым. Пхукет аралында тағы қай жерге баруға болады деген сұрақ болса, ол Чалонг храмы. Осы аралды діни және мәдениет тұрғыдан танығыларыңыз келсе, енді осы жерге келу керек. Бұл храм 19 ғасырда салынған болатын. Нақтырақ айтсақ, 1837 жылдары. Енді шынымды айтсам, өте керемет. Бәрі алтынмен жасалған. Мен өзі байқағаным, Таиландтағы адамдар қызыл, осындай алтын түстерді өте қатты жақсы көреді. Қайда барсаңдар, бүкіл жерде сол түстерді көруге болады. Wat Chalong. Пхукеттегі Чалонг шығанағында орналасқан тарихи ескерткіш әрі буддистік храм. Ғасырлар бойы жергілікті тұрғындар бұл жерге күн сайын дерлік келіп дұға жасап отырады. Сонымен қатар бұл жер батыс елдерінен келген туристерге буддизмді жақынырақ танып білуге мүмкіндік беретін орын. Ресми атауы Wat Chaitaram болғанымен көпшілік оны Wat Chalong деп атайды. Храм Пхукет аралының Тамбол Чалонг атты ауданында орналасқан. Көптеген жергілікті тұрғындар бұл храмда түрлі ғажайыптар орын алады деп сенеді. Сонымен қатар бұл жер 1876 жылы қытайлық құпия қоғамдарымен болған қақтығыстар кезінде маңызды рөл атқарған тарихи орын ретінде танымал. Сенуші адамдар Будда мүсіндерінен биік тұрмауға, өзін олардан жоғары қоймауға тырысады. Пхукетте кейде ауа райы өте ыстық болса да, қасиетті орынға ашық-шашық киіммен кіру орынсыз. Таиландтағы храмға кіріңіз келсе, иығыңызды, көкірек тұсыңызды, ішіңізді және аяқтарыңызды жауып киінуіңіз керек. Осылай жағажайда серуендеп жүріп, есіме 2004 жылы болған цунами апаты есіме түсіп кетті. Сол цунамиден кейін қазір көптеген жерде цунами хазар зоун деген белгілерді қойған. Енді қазір туристер де, басқа өз жергілікті халықта цунамиден қорқпайтын сияқты. Қаланы біраз аралап, жол жөнекей шағын ғана Қытай ресторанына кірдім. Ішке енген сәттен-ақ бұл жердің ерекше атмосферасы мені баурап алды. Көп ұзамай ресторанның иесімен тілдесіп қалдым. Ол кісі ата-әжем Қытайдан осы жаққа көшіп келген. Кейін әке-шешем осы шағын тамақтану орнын ашты. Қазір міне бәрін өзіміз басқарып отырмыз деді. Бірден байқағаным, бұл жерге тек Қытай ұлтының өкілдері келіп тамақтанады екен. Демек, дәмі үйдегідей, нағыз шынайы асхана. Айтпақшы, лапшасы керемет. Мұндай дәмді лапшаны бұрын соңды жеп көрмеген шығармын. Кешке қарай жағажайға барып, күннің батқанына қарап, тынышталып тұрдым. Сол сәтте ойыма бір нәрсе келді. Мен Таиландқа міндетті түрде қайта ораламын. Пхукет бір ғана беті. Ал бұл елдің зерттелмеген тұстары әлі көп. Басқа өңірлерін, басқа адамдарын, басқа дәмдерін ашқым келеді. Осы Пхукет туралы шығарылым сіздерге ұнады деген үміттемін. Арнама тіркеліп, қолдауларыңызды аямаңыздар. Алда әлі талай қызықты сапарлар мен хикаялар күтіп тұр. Таиланд бұл тек бастамасы ғана.